Галлап, ол табысқа қалай әсер етеді? Қарым-қатынас бұзылғандықтан, кәсіпте провальный моментті шеше алмағандықтан, инвесторға қарыз, анаған қарыз, командаға зарплат беру керек, офис аренда, бұның бәрі қосылып еркектің иығына жүк болып тұрған кезде әйел тұрады да, сен маған внимание бермейсің деген кезде еркектің ыдысынан суы тасиды да, бүкіл агрессия шығады да. Нарықтағы топ жарып жүрген қандай кәсіпкерлер сізден разбор өтті? Бүкіл жүкті өзіне алып алды, әйеліне барып, сен мені түсінбейсің. Әйел айтады, мен ерігіп отырмын ба, бала қарап отырмын ба. Мысалы менде дисциплина жоқ, менде жауапкершілік жоқ деп отыра берсең, саған ешкім ақша бермейді, сенің семьяңды ешкім бақпайды. Бұл қандай позиция? Бұл детский позиция. Қазақстан статистика бойынша әлемде 2-ші орында тұр, ажырасу бойынша. Енді Галлапта қандай қабілет ол нәрсеге әсер етеді? Галлаптағы экзекьютинг доменінде достигаторство. Яғни бұл достижение успехқа жетпесе тұра алмайтын талант. Бұл таланты бар адамның өмірде кедей болып өтуі редкі болуы мүмкін. Если оның интеллекті жетпесе, немесе ол дамымаса. Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Есімім Асқарұлы Жасұлан. Менің оқырмандарым мені жақсырақ таниды. Ал бірақта менде YouTube каналда мені танымайтын оқырмандарда енді келетін болады. Сол үшін мен өзімді қысқаша таныстырып өтейін. Мен Каспий және Қытай бойынша эксперт маманмын. Қытайдан тікелей заводтан товарларды әкеліп, оны Каспийде сатамыз. Біз бір жылдың ішінде 50 мыңға жуық товарды Қытайдан алып келіп, оны Каспийде сатып, пайда көрдік. Біз бір жыл бойы тек қана Қытайдан товар келіп, оны Каспиймен сатумен айналыстық. Ал қазіргі таңда өзіміздің брендімізді қалыптастырып, Каспийде товарный знакты алып, енді масштабны версияда жұмыс жасағалы жатырмыз. Қазіргі таңда бізде проектіге мықты инвесторлар тартып жатырмыз, команданы үлкейтіп жатырмыз. Алдағы уақытта Алла қаласа өзімнің каргомды ашып жатырмын. Одан кейін бізде бұдан бөлек IT стартаптар бар. Мысалы мен Каспиймен айналысатын адамдарға демпинг бот, аналитика бот деген секілді осындай IT продуктларды жасап шықтық. Ал енді қазіргі таңда бұл YouTube каналды ашудағы мақсатым, қаншама жас кәсіпкерлер бар, қаншама халыққа пайдалы болу мақсатында ашып жатырмын. Егер осы видеоны сіз бірінші мәрте көріп жатсаңыз, осы YouTube каналға подписка жасап, лайк басып, жылы лебіздеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз бастаймыз. Менің YouTube каналымдағы алғашқы қонағым ол менде Нұрбол Мырза. Нұрбол Мырзамен мен 2 жылдан бері жеке наставничествосында жүрмін. Менің кәсіптегі психология бойынша және Галлап бойынша сопровождать ететін менің 2 жылдық жұмыс жасаған наставнигім деп айта аламын. Сол үшін бірінші выпускқа мен өзімнің былайша айтқанда ұстазым ретінде Нұрекені шақырдым. Нұреке, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Уағалейкум ассалам. Қош көрдік, жеке. Рахмет шақырту үшін. Нұреке Галлап разбор бойынша эксперт. Менің Галлапымды полный талдады, және нарықтағы топовый эксперттерді талдап жүр. Нұреке, өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Құрметті оқырмандар, барлықтарыңызға қайырлы күн, қайырлы кеш. Жалпы өзімді қысқаша таныстыра кетейін. Есімім Нұрбол Ізбасарұлы. 29 жастамын, диплом бойынша мамандығым психолог. Қазіргі уақытта 2024 жыл, 2021-ден бері негізі Галлап талдаумен айналысамын. Содан бері қарай общий талдаулардың санын алатын болсақ, 300-ден астам адамға жеке талдаулар, отбасылық талдаулар жасап жүрмін. 2013-тен бері сату, продажа, психология бағытында жұмыс жасап келе жатырмыз. Қазіргі уақытта Галлап талдау, менторлықтар, компанияларға советник ретінде жұмыстар, қызметтер атқару бойынша көмектесіп жүрген жайымыз бар. Керемет. Нұреке, енді нарықта көбісі әлі Галлапты толық білмейді. Байқайсыз ба? Тек қана саморазвитиеда жүрген, кәсіпкерлік салада жүргендер ғана Галлапты білет. Ал мысалы мен үйдегілерге айтсам, өзімнің достарыма, класстастарыма айтсам, ол не ол деп сұрайды. Нарықта еще әлі қатты бір былайша айтқанда танылмады. Енді сіз қысқаша Галлап не екенін түсіндіріп беріңізші бізге. Бұл Галлап деген тест, ол ең бірінші Галлап институтынан бастау алады. Бұл тесттің шығуына себеп болған тұлға деп айтайын. Бұл Клифтон, яғни Галлаптың атасы, оның ішінде позитивті психологияны нұсқаушы, бағыттаушы ұстаз деп айтам мен өзім. Осы Клифтон Галлап институтымен бірге отырып,
осы Гэллоп тестін жасап шығарған. Яғни бұл бүгін ойластырып ертең шыға салған тест емес та, қаншама жылдар бойы миллиондаған адамдарды зерттеп қарап тестті қазіргі уақытта Америка нарығында 80-90% компаниялар сотрудниктерін осы Гэллоппен жұмысқа алады. Енді мынандай нәрсе бар. Позитивті психология, яғни Гэллоп сенің кім екеніңді емес, керісінше кім болмау керектігіңді анықтап береді. Ал енді позитивті психология деген адам үнемі күнде таңын көтеріңкі көңіл күймен бастаса, яғни таңды қалай бастасаң, күнің солай батады деген секілді, адам өзіндегі жоқ заттарды бар қылуға тырысып емес, керісінше өзінің мықты тұстарын дамытуға акцент қойған кезде, ода рост, яғни өсу жылдам болады да. Сол үшін қазір әлем бойынша 30 миллион адам Гэллопты тапсырған деп статистика есептеледі. Қазақстан нарығына осы 2024-25 жылдары хит болып кіріп келді да. Инфлюенсерлер, блогерлер, в основном кәсіптегі фрилансер қызмет атқарған кісілер осы Гэллоптың танылуына негізгі себеп болып жүр қазіргі уақытта. Гэллопты неге көп адамдар білмейді? Өйткені мына сөзбен ассоциация жасасақ болады да. Кімде-кім өзін өзгертуге дайын болмаса, Аллах тағала оны өзгертпейді деді. Тура сол секілді жылап, жертва состояниеде жүріп, мен жолым болмайды, өкімет жаман дейтін негативті психологияда жүрген адамның өмірінен мықты или жақсы тұстарды, оң жақтарын көру аз болады да. Енді бұл да адамның мышлениесі, оның дамуы, развитиясы деген әңгіме да. Сондықтан неге бізде нарықта үнемі тұлғалық дамуға қызығатын адамдар бұл тест тапсырады? Өйткені оған өзін тану қызық та. Ал енді өзін таныған адам өзінің қабілетін біледі, немен айналысқанын, немен айналысса оған более бақыт сыйлайтындығын деген секілді. Сол үшін мысалы Марлон ағамыздың да сөзі бар ғой. Успехті қуалама, бақытты болуға ұмтыл дейді да. Ал енді сен бақытты болуға ұмтылсаң, успех, жетістік, яғни өзі келеді дейді. Ал оның артында адамның Алла тағала жаратып берген гормондардың дұрыс бөлінуі. Біз барлығымыз өзіміздің сүйіктісімізбен айналыссақ, жақсы ақша келсе бақытты сезінеміз ғой. Ал ол болмай қалса адам көңіл күйі түседі деген секілді. Сондықтан Алла тағала бізге сезімдер берді, сол арқылы навигатормен қимылдаймыз. Гэллоп сол навигатордың көрсеткіші ретінде қызмет атқарады. Керемет. Нұреке, енді сұрақ, бізде психология бар, жаңа жоғарыда айтып өттіңіз, гармония, бақыт болу, иә. Бізде көбінесе кәсіпкерлерде бірақ нәрсе бар да, Гэллоп, иә, ол табысқа қалай әсер етеді? Осыған тоқталайықшы. Айналысып жатқан ісіңді сүй, немесе сүйікті ісіңді тап дейді. Мысалы, осыдан 2 жыл бұрын алдындары оқу тастап кету дейтін хит болды. Стив Джобс, Илон Маск, жетістікке жеткен тұлғаның барлығы университет тастап кеткен. Мен де тастап кетсем нормально деген сияқты. Сол универді соңына дейін алып бармаған адамның біреуі мен өзіммін. Біздегі үлкен проблема олардың тек қана университет тастап кеткен жағын ғана көреміз де. Сосын қазіргі миллиардный оборот жасап, Forbes-қа кірген, или там әлемдік нарықтағы миллиардерлердің қатарында тұрған списокті ғана. Ол да болса біреуден естіп алған әңгіме арқылы да. Бірақ олардың ата-анасының бай болғандығы, олардың университет оқымаса да базовый потребность, яғни тұрақты шығындары жабылғандығы, өзінің сүйікті ісімен, қабілетіне сай заттармен айналысуға мүмкіншілігі болғандығы бізде ешкім ескермейді. Сөйтеді да, мен оқу тастап кетсем, мен де атып кетемін деген сияқты. Иә, ататыны бар, атпайтыны бар, бірақ бұл жердегі маңызды түсініп алу керек зат. Кез келген қазіргі миллиардер болып жүрген әлемдегі тұлғаларды алатын болсақ, олардың ата-анасы бала күннен бастап олардың өз сүйікті істерін табуына вложение, яғни ақша салған, біліміне салған, оның миының дамуына, оның психологиялық дамуына. Мысалы, Америкада отбасылық психолог болады, күйеуінің өзінің жеке психологы болады, әйелінің жеке психологы, және отбасында балалар психологы болады. Ал енді психикалық, яғни психоэмоциональды өскен тұлға, ол міндетті түрде іштей Алланың беріп тұрған сезімдерін түсіне алады. Яғни дәл қазір университетте мен жүре берсем, маған қаншалықты болашақта тиімді, тиімсіз дейтін критикалық ойлануын қоса алады. Ал бізде ше, мынау маған ұнамай жатыр дейді да, бас салып тәуекел етіп кете салады. Бұл жерде Гэллоп бойынша айтатын болсақ, позитив деген таланттың жануы, сақтық деген таланттың өшіп, яғни төменде тұруы адамның осылай көзсіз соқыр тәуекелі кетіп қалуына себеп болады. Әрине, кім тәуекел етпейді, мұратына жетпейді деп айтып жатады. Бірақ та адамның бай болуына оның тек қана мына бір әрекеті деп айта алмаймыз. Ол жерде ата-анасының гені,
ата-анасының берген тәрбиесі, оның сол өскен семьясындағы үлкен ақшаға деген қарым-қатынасы, қарызда жүру, кредитпен өмір сүру деген сияқты нәрселердің барлығы толықтай әсер етеді. Өйткені Галлапта таланттары бір-біріне аумайтын, бірақ біреуі өте бай, біреуі әлі байи алмай жүрген, разборға келген кісілер былай да. Айырмашылық неде деп ойлайсың? Айырмашылық бірақ нәрседе. Жалпы кедей мен байдың да айырмашылығы ол мышлениесінде деп айтамыз да. Богатый мышление, бедный мышление. Қазір енді хит тренд болып жүрген сөздер ғой. Бірақ Галлаптағы интеллекшн таланты ол тек қана мышлениеге жауап бермейді. Өйткені ақшаға қатысты біздің сенімдеріміз бар. Яғни Галлапта 4 домен болады. Сол доменнің ішінде executing доменінде, яғни әрекетке жауап беретін таланттардың ішінде belief деген, яғни убеждение деген талант бар. Бұл талантта Аллаға деген сенім, бай болуға деген сенім, өзінің болашағына деген сенім, жалпы өзінің өмірде жетістікке жеткен тұлға ретінде болашақта 50 жасқа толғанда, 60-қа келген кездегі өз өмірін қалай елестетеді және соған сенімі қай дәрежеде, соған сай адамның миы жұмыс жасайды да. Ал ондай сенімділігі жоқ адам болатын болса, өкінішке орай оқу тастап кетсе де, бір қарасаң, енді қазір андай темшік деп айтып жатамыз ғой. Әр нишаға секіре беретін деген секілді. 2025-те жаңа ниша шықса, бір қарасаң ол сол нишада жүгіріп жүреді деген секілді. Бұндай секірулердің барлық адамда не үшін болады? Біріншіден конкуренция таланты бар оның. Нарықта кім сол нишамен айналысып жақсы ақша тауып жатса, ол соның қасына барып жабысып алады да, сонымен бірге конкуренцияға түсіп, мен де осы нишамен айналыссам атып кетемін деген секілді оймен жүреді. Бұның барлық адамның ішкі сенімсіздігіменен өзінің бойындағы тұлғалығын танымаудан бастау алады да. Сондықтан өзін таныған Алласын таниды деп айтып жатамыз ғой. Енді ризықты беруші кім? Ол әрине Алла тағала. Бірақ біз себебін қылу керекпіз да. Себепті қате жасайтын болсақ, немесе дұрыс уақытта жасалу керек затты жасамасақ, онда әрине страдания, выгорание, апатия, депрессия деп сосын психологқа бару керек дейді. Психологқа барсам, ол да көмектеспеді деп инструментке жабысып кетті да. Бірақ мына жан қиналып жүрген кезде адамда энергия болмайды. Энергия болмаған екен, әрине ақша да соған жараса келеді деген секілді. Сондықтан бай болуға қандай таланттар әсер етеді деп алатын болсақ, нақты нүктесін қоюға. Әр адамда бұл уникальный, яғни жекелей. Мынау мен всегда айтам, Галлаптағы таланттар ол біздің отпечаткіміз сияқты. Мына әлемде 7 миллиард адамның 7 миллиард түрлі отпечаткасы болған секілді, инфлюенсинг таланты қатты жануы мүмкін домендері. Бірақ та адамның алған травмасы, ақшамен қарым-қатынасы, ақшаға деген сенімі, ата-анасының берген тәрбиесі және өскен ортасы, оқыған кітабы мен алған білімі бұл комплексный, яғни қамтамасыз етеді, құрайды. Адамның бай болуы осының барлығы ассоциацияланған кезде болады да. Ал бір момент келіп бір чудо болып атып кетті дейтін жерде мен всегда айтып жүретін бір талантым бар, значимость деген. Яғни влияние, significance, ағылшынша significance деп айтамыз. Вниманиені жақсы көретін талантта. Мен бұндай кісілерге Алла тағаланың нұры түскен деп айтам. Әрине енді Алланың мейірімі барлық құлына ортақ берілген ғой. Бұл таланты бар кісілерді өмірге енді ешкім жайдан жай келген жоқ, бірақ именно осы таланты бар кісілер қазіргі бүкіл нарықта блог жүргізіп жүрген миллион подписчигі бар бір тақырып қозғалған кезде олар сәл қимылдаса қоғам шулап кететіндей табиғаты ұқсайтын адамдар бар да. Сол кісілердің қоғамда любой нишаның таралуына немесе хейттің көбейіп кетуіне әсері 100% деп айтуға болады. Сондықтан әр адам өзінің қабілетіне сай дұрыс ізденіп өзінің саласымен айналысатын болса, кез келген адамның бай болуға мүмкіншілігі бар деп 100% айтуға болады. Ал енді мынандай нәрсе бар да, мысалы көп адамдар өзінің өміріндегі бір ситуацияларды миллиардердің өміріне ұқсатып, өзін былайша айтқанда жұбатады или үміт сыйлайды. Мысалы жаңағында универде оқып жүреді, сөйтеді да универ оқысы келмей тастай салады деген секілді. Енді мысалы Марғұлан Сейсенбайдың мысалы маған 3 қасиетін айтты өзін неған. Ол жалқаулық, склонность к полноте дейді да, қарасам тура маған келеді да, мен солай өзімді утешать етемін да. Енді мынандай сұрақта, мысалы кез келген кәсіпкердің сұрағы қызық болады ғой бұндай. Қандай, мысалы миллиардерлердің бойында қандай схожий таланттар кездеседі? Енді барлығымыз осы өмірге келгеннен кейін бай болу, жетістікке жету, сапалы өмір сүру деген ұстаным қалау болады ғой. Өйткені жоқшылықта ешкім өмір сүргісі келмейді. Мысалы Марғұлан ағаның жүріп өткен жолын қарайтын болсақ, ол кісінің басынан өткен жағдайында мен көретін, байқайтын бір зат бар да, ол настойчивость. Яғни төтеп бере алу.
психоэмоционалды тұрғыдан да, характер, яғни мінезбен де, жауапкершілікпен де және сабырмен де. Ал енді бұл жерде ұшқалақтанып әр темадан темаға секіріп жүре беретін болсаң, Марғұлан ағамыздың жеткен жетістігіне жету немесе ол кісінің жолынан келе жатырмын деген сияқты нәрсені өз-өзіңе айту, менің ойымша ол біртүрлі әрекет болып естілетін секілді де. Ал енді айтады ғой, адамның бағымен таласа алмайсың дейді ғой, тағымен таласаң, бағымен таласа алмайсың дейді. Ол кісінің тағдырына Қазақстан нарығында сол 90-шы жылдардан бері келе жатқан кәсіпкерлердің ішінде дәл осы деңгейде үлгі болу, өзінен кейінгі біз секілді жастарға, жас кәсіпкерлерге ұстаз ретінде біліммен бөлісу дейтін жолды жазды деп мен солай өзім есептеймін. Ал енді ол кісіні жалқаулық немесе тағы басқа заттар деп ойлайтын болсақ, менің түсінігімде ол кісіде эффективті ойлану және туындаған проблемаларды тиімді шешу мышлениясы өте жақсы қалыптасқан. Яғни пахать етпеу, продуктивность деген нәрсе бар, бізде пахать етсең бай боласың, азынан еш пахать, ол кісіде наоборот эффективность. Вот, даже ТикТокта хит болып таралып кетті ғой. Надо пахать, не надо пахать деген сияқты. Марғұлан аға не надо пахать десе, тағы бір видеода надо пахать деп. Мен даже бұл сөздің өзін әркім өзінің табиғаты мен талантына сай айтты деп айтар едім де. Мысалы, нарықта Gallup эксперттер баршылық талдау жасайды. Адамдар салыстырады. Мынау мықты талдай ма екен, мынау мықты талдай ма екен деген сияқты. Бірақ мен айтар едім де, әркім өзінің мықты тұсына сай талдау жасап береді. Сондықтан мына Gallup сенің өзіңнің запросыңа сай бару керексің де. Ол саған нақты сол Gallup бойынша, разбор бойынша наставник бола ала ма, әлде бола алмай ма деген секілді. Өйткені Марғұлан ағаның сөзіне қарайтын болсақ, ол кісіде кез келген проблемаға көп энергия жұмсамай, қалай тиімді шешуге болады дейтін мышление мен ойлану жүйесі болғандықтан, ол кісі проблеманы делегировать ету арқылы, яғни жіліктеп тастап, шешу дейтін нәрсені миы бірінші ойлайды. Ал кайдзен планирование, жүйелі өмір сүру, тұрақтылық, дисциплина деген заттардың барлығында Gallup-тағы executing домені, яғни атқарушы, әрекет етуші таланттар жауап береді. Соның ішінде мысалы аранжер, организатор деген талант бар. Ол көру қабілеті, яғни дирижер, организатор сияқты да. Бүкіл картинканы көрген кезде қай зат орында тұрған жоқ, ол көреді, не істейді. Ең бірінші қай затқа тиссем, мынаның барлығы жөнделеді дейтін идеяны береді. Бұл деген сөз, мысалы, кайдзен планирование деген, ол алған затыңды резко орнына қойып, әр затты даже түнгі үште сен оятып жіберіп орнынан тұрғызғанда, маркер қайда деген кезінде полкыңды ашып, автоматты түрде сен маркеріңді таба алатындай деңгейде жүйелеп тастауда. Ал енді бізде жетістікке жете алмай жатыр, мен жолым болмай жатыр, неге мен ана сияқты емеспін деп адамның өзінің жеуінің артында оның эффективті шешім қабылдау немесе эффективті әрекет жасау емес, керісінше продуктивность. Мысалы, мен өз өміріме максималды тұрғыда қолдануға тырысатын бір ісім бар. Ол жексенбі күні 6 күн бойы киетін киімдерімді үтіктеп алдын ала дайындап қою. Бұл деген сөз, күнде таңертең ұйқыдан тұрған кезде мен не киемін деген сұрақ қойсам, менің энергиям оған кетеді. Оны үтіктеу керек еді, мен қазір парковкадан шығу керекпін, ана адреске үлгеру керекпін деп бір моментте миым көп ақпараттарды ойлаған кезде мен миссиям туралы ойлана аламын ба бүгінгі? Или құндылығыма сәйкес келетін приоритетте тұрған ісіммен айналыса аламын ба деген сұрақ. Осылай біз өміріміздегі өзімізге қатысы жоқ біреудің өмірі Инстаграмдағы жылтыраған заттар, біреудің гиф ойнатуы, біреудің машина ойнатып курсын сатуы, біреудің запустан тапқан ақшасына барып қараматамен бетіне бантигін жауып машинасын тартып жатқан кадр деген сияқты біреудің сүріп жатқан өмірінің барлығын күзетіп жүрген адам өз өмірін сүрмейді. Ода контакт собой, яғни өз-өзімен контакт болмайды да. Марғұлан аға менің түсінігімде, есімде мен бір аудиосында, подкастында тыңдаған кезде ағылшын словар кітапты сол қолына скотчтап тастап, даже дәретханаға мен кітап словармен кірдім деп. Яғни 10 000 сөзді жаттап бітпейінше, мына скотчты, кітапты мен қолымнан шешпеймін деп өзіне уәде берген де. Соның арқасында ағылшын тілін меңгеру, настойчивость, яғни характер қалыптастыру деген жерде жасаған әрекеттерінің барлығы. Ал енді бұл ненің көрінісін береді дейтін болсақ, Gallup-тағы executing доменінде достигаторство. Яғни бұл достижение успехқа жетпесе тұра алмайтын талант. Бұл таланты бар адамның өмірде кедей болып өтуі
редко болуы мүмкін, если оның интеллекция жетпесе немесе ол дамымаса. Бірақ ол өмірінде төбелесіп по черным шаруалар тірліктер істеп жүріп те өзін жетістікке жеткен тұлға санауы мүмкін да, или өзін жеп керісінше төмендетіп тастауы мүмкін деген секілді. Ал енді миллиардер Forbesқа кірген кісілердің нақты мына таланты деп айту үшін ол кісілермен сұхбаттасу керек, немесе ол кісілердің өмірбаянымен көбірек танысу керек та. Сондықтан мен айтар едім, әркім өзінің Гэллоптағы талантына сай наставнигін тауып, сол кісінің автобиографиясы, сол кісінің жүріп өткен жолы, даже ол кісінің компаниясы или заводы болатын болса, сол жақта жұмыс жасау системасын, яғни опытын алу арқылы аз уақытта тез өсуіне мүмкіншілік алады. Мысалы, мен өзімнің Гэллоп тестіме талдау алған кезде маған айтқан болатын, Алматы нарығындағы топ компанияларға жұмысқа кіру арқылы сен 10 жылдан кейін алуың мүмкін опыттарыңды ертерек алуға мүмкіншілік аласың деп. Ол мендегі жасыл таланттардың ішінде доменде контекст деген талант, яғни номер 1 талант. Бұл тарих, жүріп өткен жолға жауап береді. Сол үшін мен өзіме таланттары ұқсайтын тұлғаларды тауып алып, сол кісілердің өмір баянын зерттеу арқылы мен алдағы болуы мүмкін жағдайларымды анализ жасап, қорытып, өміріме мен солай қолданамын да. Сондықтан ол миллиардер болу немесе Forbes'та болу, болмау деген сияқты нәрселерде кез келген адамның ой еңбегі мен дене еңбегі қатар жүрді деп айтуға болады. Ал тек қана дене еңбегімен айналысып, только пахать ете берген адам, ол да активатор таланты, достигатор таланты, значимость, яғни significance, бірақ жасыл, яғни басын қоспай, тек қана әрекет ете берсе, ол адам ауыр тимесін, бірақ есектің де еңбегі адал ғой. Ол да шапқылайды, ол да жүгіреді, бірақ әңгіме тек қана қимылдай беруде емес та. Өйткені сенің сол шапқылағаныңды бағалайтын басшылық болады, бағаламайтын адам болады. Даже сенің жүгіріп, осы Құдай қаласа бай болып кетсем, ата-анама осылай жағдай жасап берем дейтін ниетің тек өзіңде ғана болуы мүмкін да. А сен шапқылап жүргеніңде ата-анаң түсінбей, ей балам, неге сен осы темадан темаға ауыса бересің? Үкіметтің жұмысына кіріп алсайшы, оқу тастаған нес? Зарплатаға тұрып алды, нормальный өмір сүруіңе болады ғой деп айтса, әрине ол жігіт не істейді, ренжиді. Бірақ ол айтады, мен әрекет жасап жатырмын ғой деп. Маңызды түсіну керек зат. Адам тек қана қол еңбегімен байымайды. Ал біз танитын әлемдегі Forbes'та жүрген, жалпы миллиардный оборот жасап жүрген, миллиардер болып жүргендердің барлығы баспен. Сондықтан мен қазір тек еңбек ете берсем байым ба дейтін сұрақ болатын болса, өкінішке орай жоқ. Сол үшін ой еңбегі дене еңбегімен қатар баланста болу. Бұл деген сөз Гэллоптағы 4 доменіңді де керек уақытында қосып, керек емес уақытта өшіре алу. Яғни бұл дегеніміз саналы қадамдар, саналы әрекеттер. Мен түсінгенім бойынша, Нұреке қараңызшы, мысалы Галлап қабілеттерін тапсырып, разбор жасап, өзінің минус плюсын бәрін біліп, жаңа өшіріп, басқара алатын адам, ол машинаны айдай алатын адаммен тең сияқты да, мысалы, түсінік бойынша. Бір адам машина айдай алмайды, ол түсінбейді ғой. Дұрыс па? Қай жерде тормоз беру, қай жерде газ басу. Сен сонда Галлабыңды полный білетін болсаң, сен өмірлік ситуация, проблемалар келген кезде, сен мына қабілетіңді, мысалы, кәсіпкерлерде көбінесе не қылатын, ол не? Жаңа significance, competition, конкуренция. Осы екеуі қосылады. Үшіншісінде, мысалы, менде табылатын қабілет ол позитив. Менде любой нәрсе бастасам, біреулерге жаман ой келсе, ойбай қорқам деп. Менде наоборот, иншалла бәрі болады деп талай проекттерге қадалып қалғам да. Сонда қабілетін басқара алатын адам, ол өміріндегі ситуацияларға да әсер ете алады. Әрине, 100%. Керемет. Бұл жерде мынандай маңызды зат бар да. Мысалы, сізде позитив жанып тұр. Иә. Тәуекел ететін, яғни сақтану керек талантыңыз керісінше 16-дан ары қарай төменде. Бұл деген сөз, сіз аналитика талантыңызды қоспай, только бісміллә деп тәуекел ете берсеңіз, ол көзсіз соқыр тәуекелге апару мүмкін. Бұның әрине артында жейтін таяғы, алатын сабағы, өмірлік инсайты болады. Бірақ каждый раз, яғни әр әрекетіңде солай тәуекел етіп, таяқ жей беріп, бірақ қателігіңнен сабақ алмайтын болсаң, ата-анаңнан еститін сөзің, ол әрине балам, сенде бола ма өзі, бір нәрсе болмай ма? Біз сені қолдап жатырмыз, қашан көгересің деген сияқты ата-анадан ұл баланың немесе қыздың осындай сөзді естуі, оның тәуекел етпеуінде емес.
Тәуекел етуден ол жерде ешқандай проблема жоқ. Маңызды ескеру керек зат, сол тәуекел етердің алдында ел ағасы болып жүрген, немесе сол өзінің саласында 10 жылдық тәжірибесі бар ағасынан немесе маманнан барып консультация алса, ол басқа призмадан қарап, ол өзінің талантына сай жол көрсетуі мүмкін да. Бұл сонда бәленбай миллион теңге шығындалатын жерден адамды алып қалу мүмкіншілігі бар. Мысалы, Галлапқа қаншама кәсіпкер жігіттер келеді, трейдингқа ақша тығып тастаған жігіттер бар. Акция сатып алам деп қадалып қалған жігіттер бар. Біреуге инвестор болам деп ақшасын беріп сеніп, договорға отырып, бірақ ақшасын алмай жүрген кісілер де бар да. Бұның барлығының артында адамның тек қана жанып тұрған топ таланттарымен только период, яғни тек қана алға деп баса беру жатыр да. Ал бізде қазақта сөз бар ғой, ақылдасуда береке бар. Бір бастан екі бас жақсы дейтін. Сол бір бастан екі бас жақсы дегені, мысалы сіздің командаңызда жігіттер бар, сізде позитив ұрып тұр, давай жігіттер жасап тастайық, бірақ сақтық жоқ. А сіздің командаңызда сақтығы бар, керісінше позитив жанбайтын бір жігіт болуы мүмкін да. Ол кісі айтады, Жаке, мен былай ойлаймын, негізі мүмкін біз бір 2 күн күтіп көреміз деген кезде сіз эгоңызға мен кәсіпкермін, мен сенің бастығыңмын деп значимостьпен, командаңызбен сен маған жұмыскерсің, қызметкерсің деп оны төмендетпестен, керісінше келші сөйлесейік деп ортақ талқыға салып, бүкіл картинканы жан жақтан төбесінен қарап болып ақылдасқаннан кейін бір шешімге келсеңіз, бұл саналы әрекет болып есептеледі. Өзім білем, өзім шешем, біліп тұрмын ғой мен, ол не, ой, болмай қалса көре жатармыз дейтін әңгіменің барлығы соқырлық секілді ғой. Ал енді мынандай зат бар да, любой біздің өміріміздегі ата-анамен қарым-қатынас, әйелмен, баламызбен, кәсіпте, командадағы жалпы біздің өмірімізде кездесетін проблемалар, ол біздің білімсіздігімізден туындайды. Ал енді дінімізде де айтады ғой, білім иелері мен білімсіздер тең емес дейді. Білмесең, білім иесінен сұраңдар деп тұр. Бұл деген сөз, сенің өзіңде жанбай тұрған талантты жанатын адамнан барып, мына идеяма сен қалай ойлайсың деп жай ғана сұрақ көре салу. Солай 10 миллион экономдаған жігіттерді білем. Екінші рет мен мына салаға ақша салмаймын, болды, Нұреке, түсіндім деп консультациядан кейін кеткен жігіттер бар да. Ал енді Галлаптың өзінің құны мысалы $59 ғой. Мен талдауды мысалы ақылы түрде жасап берем. Бірақ сен 10 миллионыңды жоғалтқаннан көрі $59 тест тапсырып, сол 10 миллионыңды сақтап, оны керісінше болашағыңа инвестиция капитал ретінде қолдансаң, бұл менің ойымша дұрыс шешім деп ойлаймын да. Енді Нұреке, мынандай сұрақ, қараңыз, получается, қазіргі таңда жаңада сіз сұхбат барысында айтып қалдыңыз, и көп жерден естеміз. Мысалы, шетелдерде, үлкен компанияларда көбінесе Галлаппен қабылдайды. Баяғыда біз резюме толтыратынбыз, әлі есімде, официант, хедхантерға резюме толтыратынбыз. Ал қазіргі таңда көп біздің қазақстандық жас компаниялар бар ғой, старый демей-ақ қояйын, жас кәсіпкерлер құрған компанияларда Галлаппен қабылдайды дейді. И сол Галлаппен қабылдаған сату мамандарына ең басты әсер етеді деді. Бұл қаншалықты рас? Мысалы, сіз бір компанияда, бір осы салада бір практика жасадыңыз ба? 2018-ден бері сату бөлімдеріне обучение өту, руководитель болу дейтін этаптардан өттік қой. Мен дәл бұл қойған сұрағыңызға өз-өзім кейспін деп айта аламын. Біз 2021 жылы Әл-Сахи деген компанияда мен руководитель, отдел продаж, сату бөлім басшысы болып қызмет атқардым. Командамда менде сату маманы ретінде жұмыс жасап жатқан 32 жігіт болды. Сол 32 жігіттің ішінде стажировкадан өтіп шығып кеткендер бар жұмыстан. Бір апта жұмыс жасап шығып кеткендер де бар. Нақты санмен айтатын болсам, кемі 20 жігіт Галлап тапсырды. Мен руководитель ретінде әр қайсына тест тапсыртып, әр қайсының Галлабын өзім талдап, кімнің мықты тұсы қай жерде, кім WhatsApp-пен текст арқылы жақсы сатады, кім керісінше телефония линияда отырып күшті сатады, кім өте жақсы сөз саптау арқылы сатады, кім интеллекция арқылы сатады, кім эмоциямен сатады. Мен соның барлығын біліп тұрғаннан кейін әр қайсына жеке-жеке подход жасадым. Яғни WhatsApp-пен сататын адамға WhatsApp-қа әдемі скрипт құрдық. Эмоциямен сататын адамға
өзінің табиғатына сай скриптін шығардық. Сол үшін қазір енді скриптолог деген мамандық бар да. Яғни компанияларға сататын өніміне сай скрипт жазып береді. Мен айтар едім да, идеальный скрипт деген нәрсе жоқ. Ол әр адам өзінің табиғатына сай, өзінің сату стилін шығарып алса, ол кез келген продажник, яғни сату маманы конверсияны сен ойлағаннан да артық орындап бере алады. Ал енді сенің клиентіңмен ең көп байланыста болатын, ол әрине сату маманы. Ал енді сату маманы клиентпен жұмыс жасағанда ода ең көп болатын зат выгорание. Күн сайын алло саламатсыз, осындай компанияда хабарласып тұрмын дегенде, жоғалшы, немеге звондай бересіңдер, сендер ақ күйдірдіңдер ғой дейтін бүкіл клиенттің негативін естіп, миына жинап, эмоциональный грузбен, яғни жүкпен қайтатын сол сату мамандар. Сондықтан мен компаниямыздың конверсиясын қалай көтереміз деген кезде ойбай креативті өзгертейік, немесе оффер, немесе call to action өзгертейік дегеннен бұрын келіп тұрған лидтің конверсиясын қалай көтереміз дейтін сұрақпен ойландым. Сосын бүкіл жігіттерге галып тапсыртып, сонымен біз қателеспесем компанияны біз тұрақты түрде 3 ай бірге партнер ретінде жұмыс жасадық. Декабрь, яғни желтоқсан айында сол тиімділік бізге 3 есе оборотты көтеруге көмектесті. Солай айта аламын да. Одан бөлек нарықта көптеген компанияларға обучение өттім. Обучение өткен кезде де руководительден бастап міндетті түрде менің желанием бар. Яғни мен галып тапсырғым келеді ағай дейтін кісілердің барлығына галыбын талдап стратегиясын қойып беріп жатырмыз. Ал енді колл-центр бойынша сотрудниктерінің саны көп ірі компанияның біреуі деп айтатын болсақ, ол Умай компаниясы, яғни уходовый косметика сатады. Ол жақта бүкіл колл-центрдағы сату мамандарына емес, генеральный директорден бастап басшылықтағы, яғни топ менеджменттегі мамандарға галып тапсырып, сол бойынша талдаулар жасадық. Мынандай нәрсе бар да, тұлға ол талдауды жекелей алады ғой. Сол өзінің мықты тұсын компанияға қалай бере алам дейтін жауапкершілікпен миссияны алса, онда ол бүкіл талантын компания үшін бере алады. Ал эгоист болып, мен өзім біліп алайын, ертең өзім таланттарымды танып алсам, может мен енді кәсіпкер шығатын шығар деген сияқты, пока что мен мына компанияда жүре тұрайын деп тек қана алушы позициясында қалатын маман болса, оның ұзаққа бару мүмкіншілігі аз деп айтар едім де. Өйткені кәсіпкер деген ол қоғамда қанша клиенті болса, сол мыңдаған клиенттің проблемасын шешудің жауапкершілігін алған адам да. Ал оның қол астындағы кейбір убеждениесімен, яғни сеніммен біз мынаны айтып жатырмыз дейтін мысльда, яғни ойда жүрген командасында, яғни сотрудник, ол компанияны көтермейді. Неге ол ғана ақша таба береді, біз таппаймыз ба деген сияқты неше түрлі шайтан азғыратын арам ойлар келіп, бір күн ол жұмыстан шығып қалуы мүмкін, немесе жұмысына салғырт қарап, өзінің орнынан айырылып қалуы мүмкін да. Сол үшін де қазір қуанатын жағдай ол. Уже Алматыда көптеген компаниялар, даже Инстаграмда да қазір байқалады. Главный офис, главный кабинеттің жаңа сторис салып, блогерлер немесе Инстаграм жүргізетін кісілер салып қалған кезде стенада, қабырғада топ менеджменттің, управлениедегі кісілердің галы білініп тұрады да. Оның өзі, ол маған талдауға келсін немесе басқа біреуге барсын деген сөз емес. Оның өзі бір жетістік та. Біз яғни кәсіпкердің өзі дамыса, командасының дамығанын қолдаса, онда ол компанияның ұзаққа бару мүмкіншілігі бар деп айтуға болады. Ал қол астыңа қой сияқты шыбығыңды қалай ұрсаң, солай басқарылатын сотрудник компания ешқашан өсірмейді. И дамымаған компанияның ұзаққа баруы, клиенттің сервисін жақсы жасап беру деген затқа мен өзім сенбеймін. Ал енді Нұреке, давайте былай жасайық. Көп адамдарға не қызық? Мысалы, мына кісідегі қабілеттер қалай? Мына кісі галап тапсырды ма? Кімдер сізден өтті, мысалы, Давайте былай нәрсеге тоқталайық. Нарықтағы топ жарып жүрген қандай кәсіпкерлер сізден разбор өтті? Бұл бір. Атап өтейік. Екіншіден, олардың бойында қандай қабілеттер оларды табысқа жетуіне, топты жаруына, былайша айтқанда уникальность болады, әр кәсіпкердің әртүрлі. Сол нәрселерге тоқталып өтсек. Бұл жерде галып сарапшы, галып талдаушы, галып консультант ретінде айтатын болсам, менің алдыма келген жетістікке жеткен болсын, немесе жетістікке жеткісі келіп жүрген, талдауға келген әрбір адам, ол өзін жеңген адам деп есептеймін да. Ол адамда уже жеңіс бар. Өйткені өзіңнің ақиқатыңмен, шындық бөлек, ақиқат бөлек.
менің шындығым өзімде, мен өзім жұбатып жүре беруім мүмкін да, өзімнің убеждениеме қатысты. Галып талдауға келген кезде бейсанадағы оның бүйтіп бәленбай жыл қалыптасып қалған таланттары оның ақиқатымен тоғысқан кезде көп адам талдаудан кейін депрессияға түсіп кетеді, выгорание болып кетеді. Бекер талдау алдым, мынау менің талантым бұлай шықпау керек дейтін, даже солай келетін кісілер бар да. Бұл жерде айтқым келгені, топтағы қазір мына кісі деп айтатын болсам, оның өзінің фанаттары мен оқырмандары бар да. Ол жетістікке жеткен тұлға ретінде сол өз оқырмандарына үлгі. Тура сол сияқты әрбір талдауға келген адамның мүмкін 300 подписчигі бар, мүмкін 5000 подписчигі бар, ол сол 5000 адам үшін үлгі да. Ал енді бұл жерде инфлюенсерлер, блогерлер, оның ішінде фрилансерлер, кәсіппен, жалпы бизнеспен айналып жүрген кемі 100 адам разбордан өтті деп айта аламын кейс ретінде. Ал енді тұрақты жұмыс жасаған, ұзақ мерзімде менімен жұмыс жасап келе жатқан адам ретінде, ол мен сіздің өзіңізді айта аламын. Мысалы, екеуміз 2 жылдан бері сіздің қабілеттеріңіз, таланттарыңыз бойынша, кәсібіңіз бойынша, командаңыз бойынша, даже қарым-қатынас бойынша да біз жұмыс жасап келе жатырмыз. Одан бөлек Ерсін бауырым бар. Мысалы, ол кісіні мысалы нарықта креативті, даже креативпен кекіретін дейтін уникальность арқылы көбісі танып жатады. Өйткені өзінің бала күнгі актер болғым келеді дейтін қалауын біз ол кісінің галыбын талдап отыру арқылы қалай дұрыс шығара аламыз деген сұрақпен ойландық, ақылдастық. Соның нәтижесінде өзінің ойындағы туындаған идеялар арқылы ол кісінің контенті дүниеге келді. Одан бөлек қазіргі уақытта көптеген контент-мейкер, сторис-мейкер саласында, жалпы SMM бағытында жүрген кісілерге де ол кісі өзінің КПЛ деген продукция бар, мысалы. Ол продуктыны де мен толықтай айта алар едім, ол кісінің өзінің табиғатына сай жасалған, яғни жаңа айтып өттім ғой, өзіңнің сүйіктісіңмен айналысасың, немесе қазіргі айналысып жүрген ісіңді сүйіктісіңе айналдырасың деп. Ол кісі өзі сүйіп шабыттанатын және әрбір шәкіртіне берген сабақтан шаршап қалу емес, немесе тек ақша алып пайда көру емес, керісінше беруші рөлді. Ал енді бізге барлығымыз ризығымызды көбейткіміз келеді, бірақ көп адамның қателігі психологиялық тұрғыда детский позицияда қалып, маған бер, мен ғана ала беру керекпін деп эгоизмге салады, яғни здравый, сау эго емес, керісінше детский позициядағы эгоға салып алады да, нәтижесінде мен байымай жатырмын деп ренжіп жатады. Соған жараса жауапкершілік алынбайды, ісі шала болады, тағы басқа деген секілді. Ал енді адам жауапкершіліктен қашан қашады? Миы толық смысл, мән мағына көрмеген кезде, және де адам өмірде мен кіммін, не үшін келдім, мына қоғамға не бере алам. Әрине, ақырет үшін барлығымыз келдік, о дүниеге кететіміз білеміз. Бірақ бұл өмір жалған десек те, бұл өмір уақытша десек те, бір кем дүние десек те, Алла тағала әркімге өзінің мықты тұсын берді, әлсіз тұсын берді, және әркімнің өзіне сай сипаты мен миссиясын берді. Сол миссиясын ол тауып елге, қоғамға қызмет қылып жататын болса, мені бақытты қылатын бір сәт осы да. Ал енді Ерсін бауырымның қазіргі шәкірттерінің чегі көтерілгендігі, әдемі креативный контент жасай алуы деген нәрселердің барлығы ол кісінің өзінің бойындағы табиғаты мен қабілетінің түйісуі. Мысалы, всегда айтып жатамыз ғой, поток состояния. В потоке, на расслабоне, чили дейтін әңгімелер ғой. А в поток состояние деген ол қалай? Қиыншылықпен қабілетіңнің, яғни талантыңның тоғысуы поток. Бұл деген сөз. Алдыңнан проблема келді. Бұл білімсіздік қой. А сен талантыңды, өзіңді танисың да. Өзіңнің әлсіз тұсыңды білесің, мықты тұсыңды білесің. Ал әлсіз тұсың мына проблеманы шеше алмай тұрса, сен кімнен кеңес алу керектігін, қандай кітап оқу керектігін, кімнің подкастын көріп, немесе қандай видеоролик қарау керектігін білгендіктен, мына состояниеден сен дұрыс шыға аласың. Ал білмейтін адам ол не істейді? Мың сан түрлі оймен өзін жеп, страдать етіп қалады деген сияқты. Одан бөлек, қазіргі нарықта 70 мың фанат десек те болады. Енді ол Алматы аренаның 7-еуі ғой, былайша айтқанда. Еркеш бауырымыз, яғни Абырой Watch компаниясының основателі, жап-жас жігіт,
қазіргі уақытта көптеген жас жігіттерге, қыздарға өзінің жүріп өткен жолымен, өзінің адал еңбегімен үлгі болып жүр. Енді Ерсін бауырым, Еркеш бауырым, олардың барлығын алатын болсақ, Галлаптағы 4 доменнің ішінде инфлюенсинг, яғни қоғамға беретін ықпалы көбірек таланттар жанады да. Бірақ екеуінің жеткен жетістіктері әртүрлі, жүріп өткен жолдары әртүрлі, алған травмасы мен тәрбиелері бөлек та. Бұл жерде айтқым келіп тұрғаны, фанаттар адамға, жалпы Инстаграмда адам 3 жағдайда подписаться етеді ғой, яғни тіркеледі. Оны көре алмаған жағдайда, оған ұқсағысы келсе, немесе оның өмірін бақылау, болашақта өзінің точка басын сол адамнан көрсе, ол оған тіркеліп алады. Бұл жерде маңызды түсіну керек зат. Қазір мынаның подписчигі мынанша болды, мынанікі мынандай. Мысалы, қазір қоғамда материальный успехті айтсаң, адамды бүйтіп қаратып алу өте жылдам да. Мысалы, былай айтуға болады. Еркеш бауырым маған Галлапқа келген кезде 12.500 подписчигі бар еді. После Галлап Поршені 100 миллионға алды десем, оны көрген адамдар, вау, Галлап деген сонда Порше алып бере ма деп айтуы мүмкін де. Жоқ, Галлап ол инструмент. Біз ол бауырымның Галлапын талдаған кезде өзінің ішкі мотиві, талантымен үйлесім тапқан кезде оның миы смысл көрді, ал ми смысл көрген кезде ол нақты не істейтінін түсінді. Ары қарай жасау керек дұрыс қадамдарды жасау арқылы еңбегімен қазіргі жап-жас жасында өзінің жетістігіне жетіп отыр. Мысалы, командасындағы жігіттер, қыздар, колл-центрі болсын деген секілді. Ал енді бұл жерде айтқым келген зат, біреудің материалдық өміріне қызығып, яғни конкуренция талантыңмен, мен де соған жетем деп кредитке, рассрочкаге, машина алып алу дейтін затқа қарағанда, ішкі мотивің арқылы саналы әрекеттермен қадам жасасаң, ертең соңы өкінішке емес, керісінше өзіңді жемеуге, өзіңе өзің сенімді болуға тікелей әсер ететін қадамдар деп айтуға болады. Сондықтан, мысалы, Алибеков, Өркен ағамыз бар. Өркен ағамыз көптен бері Галлапты естіп жүрсе де, қатты көп болған жоқ осы, мысалы, Галлап тапсырғанда. Мысалы, ол кісі маған талдауға келген жоқ, бірақ ол кісінің Галлапын көрген кезде мен миымда Өркен ағаның таланттары осындай дейтін картинка болатын. 100% демей-ақ қояйын, 90% мен елестеткен картинканы Өркен ағаның несін сторисінен көрген кезде мен ішімде қатты қуаныш болды да. Өйткені ол кісіні мен саяхат бағытында, білім бөлісу жағынан өзім үлгі көрем да. Бұл инпут деген талантпен қызмет атқарады. Ол кісі әрбір саяхатында жүрген жерінде, барған елдерінің тарихын, өмір баянын өте күшті айтады. Ал енді бұл жерде бүйтіп айтсақ та, Өркен аға бүгін Инстаграм жүргізіп, күні ертең саяхатқа шығып, осылай күшті сөз саптап, әр елдің тарихын әдемілеп айтып бер. Жоқ, олай емес. Ол кісінің бірінші IT мамандығын оқуы, одан кейін журналистикаға келуі, журналистиканың өзіне қаншама жыл еңбек етуі, қаншама осылай камераға, микрофонға қарап сөйлеген, жүрген, жиналған багаж, опыттың барлығы Инстаграм дейтін жаңа мүмкіндікпен тоғысқан кезде не істеді? Өркен ағаға жаңа мүмкіндік берді. Ал сол инфлюенсингтің, яғни блогер болу дейтін қабілеттерін ары қарай шыңдай беру, ол кісінің ірі компаниялардан, мықты тұлғалардан қымбат бағаға болмаса да реклама алып, өзінің табысын көбейтуге мүмкіншілік берді. Ал енді қазір соңғы уақытта 200 миллион оборот деп Алибековтан бастап Өркен ағамыз бар, блогерлердің барлығын төлеу керек, налог деген сияқты шулап жатыр ғой. Өзі инфлюенсинг деген таланттың ішінде значимость деген, яғни внимание жақсы көретін талант бар да. Мен бұны всегда бүйтіп айтам. Тып-тыныш жүрсең де, бір күн болмаса, бір күн саған бүйтіп өміріңе бір косяк алып келіп беріп тұрады да. Сол үшін бұл талантты миссияңның жолында қолданып, сақтығыңды қосып, налогыңды уақытында төлеп жатсаң, может тізімнен шығып қалуы мүмкін, бірақ ақталып, ана ситуациядан шығу мүмкіншілігің де болады. Бір жағы блогерлердің өзіне күшті хайп болды да бұл. Контентке әрбір комментарийін астын қарасаң, бейбіт бауырым, налогың төледің ба дейтін приколдар кетіп жатыр деген сияқты. Ал енді ол блогерге ахват көтере ма? Көтереді. Танымалдылық берді ма? Берді. Мына тізімде Алибеков жүр екен ғой. Мына тізімде Өркен аға не алып жүр деген сияқты сұрақтармен халық шулай талқылайды деген сияқты. Хотя ол кісіні мен Инстаграмда көрдім да, осы налогтан кейін ощущениесі қалай деп сөйтсем кіріп қарасам,
ана рюкзакпен жүргендер ол әлі есеймеген бала деген бар ғой. Соған ол прикол рилсте жүр да. Менің 2 миллиард налогым бар ау деп жүрген адам жоқ та, былайша айтқанда. Наоборот, ол кісілер былайша айтқанда сол significance қабілеті арқылы өзіне назарын аудартып жатыр. Әрбір келіп тұрған мүмкіндігін пиарға, даже черный пиардың өзін дұрыс қолданып алудың өзі ол белгілі бір таланттар қажет етеді. Яғни сен басыңды қоса алу керексің, творчествоң, ideation талантың жұмыс жасау керек деген сияқты. Өйткені блогты тұрақты жүргізу деген ол үнемі жаңа идеяны қажет етіп отырады. А сен өз оқырмандарыңа күн сайын жаңа бір туынды беріп отырмасаң, олар сені отписка жасауы мүмкін, немесе сенен оқырманың болмай қалуы мүмкін деген секілді. Сондықтан қорытынды ретінде айтатын болсам, Марғұлан аға жетістікке жетті, мынау үшін, Ерсін бауырымыз мынау үшін, Еркеш мынау үшін дейтін нақты формула или алгоритм жоқ. Қабілет жоқ ондай. Әрине, мышление, интеллект әсер етеді, бірақ бұл жерде маңызды түсіну керек зат комбинация. Таланттардың біріге алуы. Кез келген бизнесте масштаб ол команда арқылы жүрген секілді 34 таланттың ішінде топ 10-ға кіретіні бар, топ орта таланттар бар, және соңғы жанбайтын таланттар бар. Бірақ мынау менде жанбайды екен ғой, бітті деп адам, мысалы менде дисциплина жоқ, менде жауапкершілік жоқ деп отыра берсең, саған ешкім ақша бермейді, сен семьяңды ешкім бақпайды. Бұл қандай позиция? Бұл детский позиция. Яғни психологиялық тұрғыда есеймей қою. Ал енді бұлай есеймеуге қазіргі уақытта, әсіресе соңғы 2024-2023 жылдар қатты әсер еткен нәрсе, ол бізде гарантированно маған кел инструмент берем, жасайсың, атып кетесің, жасайсың, лям табасың дейтін дайын инструменттер адамның миын ойландыруға емес, керісінше етекке жабысып, маған бере салшы дайын затты. Мен сенікі бірге бір қайталайын да байып кете салайын дейтін, тез баю дейтін жылтырақ зат сияқты қылып беріп қойды. Мысалы, TikTok 15 секунд. Неге? Өйткені адам уақытын қалай өткенін білмей қалады. Өйткені 15 секундта адамда критический мышление қосылмайды. Сол үшін ол TikTok'тағы ол әлеуметтік желіні адамның уақытын, назарын сатып алу үшін 15 секунд қойып қойған. Ал енді TikTok ол жақтан әртүрлі таргет реклама арқылы компаниялардың рекламасынан ақша таба ма? Табады. Ал енді сол TikTok'қа жемтік болып қалмау, денсаулық пен уақыттың қадірін білу дейтін осознанностьқа, яғни саналы қадамға адам өзін басқару арқылы ғана келе алады да. Сол үшін өмірдегі мықты болсаң өзіңмен күрес, өзіңді жең дейтін насихаттың жүретін себебі де сол. Сол үшін біреудің талантына қарап, анау жетіп қойды, менде әлі болмай жатыр деп өзіңізді жейтін болсаңыз түсініңіз. Сізде конкуренция дейтін талант болуы мүмкін. Яғни бала күніңізде ата-анаңыз сізді үнемі көршінің баласы, нағашының баласы деген сияқты, жұрттың баласы деп әркіммен салыстырғандықтан да сіз өзіңіздің ішкі мнениеңізді, яғни ішкі дауысыңызды тыңдап емес, қоғамда болып жатқан толқынға ілініп кету мүмкіншілігі көп болып кетуі мүмкін да. Сондықтан біреудің 10-шы қабатын өзіңіздің баспалдақтағы бірінші сатысымен салыстыруға болмайды. Ал кімдер өзін салыстырады? Өзінің ішкі сенімі қалыптаспаған, психологиялық тұрғыда есеймеген, әлі мен кіммін және қоғамға не бере аламын дейтін сұрақпен ойлануға мұршасы жетпей жатқан, ол деңгейге өсе алмай жатқан адам, только өзін салыстырып, өзін жеп, ең соңында менде депрессия, маған психологқа бару керек, маған мышление туралы сабақ оқып алып, тез байып кету керек еді дейтін идеологиямен жүреді. Мына соңғы айтқаныңыз біраз неге тиетін сияқты ғана кәсіпкерлердің қытығына ше. Енді достар қараңыздар, бізде Галлап алғашқы талдау. Біз әлі толық тоқталған жоқпыз. Нұрекеге мен сұрақ қойған кезде бір қабілет емес, бірнеше қабілеттің комбинациясын әртүрлі айтып жатыр. Кейбір оқырмандар түсінбеуі мүмкін. Сол үшін сіздерге мынандай айтқым келеді. Нұрекенің бұл алғашқы выпускысы. Енді алдағы уақытта Алла қаласа біз сіздер комментарияға жазатын болсаңыздар, мысалы, давайте отношения туралы айтыңыздаршы дейтін. Ерлі зайыптың арасындағы, не болмаса таза кәсіпкер и ақшаға қатысты қабілеттерді айтыңыздаршы. Не болмаса бақытты өмір сүруге, не болмаса жаңағы аналитик, стратег деген секілді әртүрлі тақырыпты айтсаңыздар, біз сол тақырыпқа целый выпуск арнаймыз. Сол кезде Нұреке толық ашылады, сол қабілетке толыққанды тоқтайды, және де сол қабілет сіздің бойыңызда болатын болса, сіз былайша тегін разбора боласыздар. Сол үшін видеоны соңына дейін көріп, келесі выпускқа сіздер комментарияға жазсаңыздар, ең көп таралған бір сұрақ болатын болса, мысалы бір тақырып отношение деп айтама, біз соны қорғайтын боламыз. Давайте. Енді біз кәсіпті айттық, ақшаны айттық, психология бәрін айттық Нұреке. Ең бастысына келейікші.
ол отношения. Мысалы Қазақстан статистика бойынша әлемде 2-ші орында тұр, ажырасу бойынша. Енді Галлапта қандай қабілет ол нәрсеге әсер етеді? Және де бір тоқталатын болсақ, мысалы мен сізбен Галлапқа келген кезде есіңізде ма? Галлап тапсырдық Нұрекемен. Қарайды да, мен ол кезде жеке менторствода жүргем сізде сопровождение. Нұреке қарады да, гармония деген қабілетті менде 26 ма 28-де тұрады. Төмен ғой. Жаке, әйеліңізге ақыр рет қашан гүл бергесі деп менен сұрақ қойды. Мен күлдім. Есімде жоқ екен. Именно сол кезде менде қарыз, провал, инвесторға қарыз болып қалу, еще сол әсер етеді қаяққа отношенияға әйеліммен. Әйеліммен кәдімгі қырылып жүрген кезім. Не үшін үйлендім деген сияқты бар ғой, кәдімгі на эмоциях. Сондай нәрсемен жүрген болатын. Сол кезде Нұреке бір ақ сөз айтты. Қашан ақыр рет гүл бересіз? Мен есімде жоқ. Сол кезде айтты Нұреке не деді? Галлапта тоқтатамыз, разбор жасамаймын. Маған фото, видео отчет жібересіз, әйеліңізге гүл берген. Содан кейін Галлапта разбор жасаймыз. Мен дәл соны жасадым, гүл бәрін бердім. Бір ғана гармониямен Нұреке мені, отношения гармонияны көріп, менің бөлімше жылтып, былайша айтқанда. Осы гармония қабілетіне тоқталайықшы отношенияға. Жалпы жаңа ажырасу дейтін тақырыпқа келетін болсақ, алдымнан ажырасқан семьялар. Нұреке қазір талдаудан кейін біз ойланып көреміз, мүмкін ажырасуымыз мүмкін. Біз бір-бірімізге сәйкес келмейміз, ол мені түсінбейді. Ол мені түсінбейді дейтін әңгіменің артында мен өз-өзімді түсінбеймін. Сондықтан да қасындағы адам маған түсініксіз дейтін идеология жатыр да. Ол бірақ бейсаналы түрде. Ал енді былай айтайын. Неге біз ажырасу бойынша 2-ші орында тұрмыз? Өйткені өзін танымайтын екі адам қосылып алып, кәсіпкер, семьяны бағам, мен көп ақша тапсам, отбасым жақсы өмір сүреді дейді, кетеді. Сол кәсіпкерде ода ақша табу, жақсы өмір сүруге, желание, мақсат бәрі бар, окей. Бірақ дисциплина, баланс, отбасыға көңіл бөлу, немесе отбасы үшін жауапкершілік алу, бала тәрбиесі, немесе relationship building, яғни эмоциональды, яғни сезіммен қарым-қатынасқа жауап беретін домен жан баса, ол тек қана пахайт, денсаулығын күтпейді. Өз уақыты жоқ, семьясына көңіл бөлмейді. Әрине, әйел бір күтеді, екі күтеді, ол ішіне жинайды, ең соңында. Мен сізге даже осы жерде факт келтірейін. Щитовидка бар, қалқанша без. Эндокринология бойынша статистикада ең көп ауыратын процент әйелдерде. Неге? Потому что бұл енді психосоматика деп бүйтіп қатты кетпей-ақ қояйын. Адам ішкі эмоциясын шығара алмағанда гормональный нарушение болады. Яғни гормондардың балансы бұзылады. Күйеуі шаршап келдім дейді, әйел айтады, маған уақыт бөл, бірге уақыт өткізейік дейді. Патолог кәсіпкердің семьясымен уақыт өткізуі, ол бірге киноға бару, или баланы аттракционға ойнайтын жерге апарады, екеуі тамақ ішеді. Бірақ проблема қайда? Менің махаббат тілім қандай? Менің әйелімнің махаббат тілі қандай? Мен одан не сұраған кезде керегімді ала алам, оған не берген кезде ол өзінің керегін ала алады дейтін бізде самоанализ, яғни сұраққа ответ жоқ. Соның себебінен сен мен түсінбейсің, мен осы кәсіптің бәрін сендер үшін жасап жүрген жоқпын ба дейтін біз ер азаматтардың тарапынан міндет қылып шығамыз да. Сен түсінбесең мені кім түсінеді деген секілді. Сосын достар, кәсіпкерлер сакскиванияға жиналады ғой. Сол кезде анау іште әйелдеріне толып қалған обиданың өзі сол жақта шығуы мүмкін да. Сол момент как будто жеңілдегендей болады. Бірақ ол әшейін сөз болып шықты ғой. Ол жерде терапия жоқ, ол жерде проработка жоқ. Просто әйеліне айта алмаған затты ғана сыртқа шығартты. Дәл осылай қайталана береді. Бірінші жыл өтеді семья болудың, екінші жыл өтеді, үшінші жыл өтеді. Өзін танымайды, бұрынғы әрекеттер қайталана береді. Өмірде бір нәрсе өзгере ма? Жоқ, керісінше әйелдің көңілі суый береді. Ал енді еркектің агрессиясы дұрыс жерге шықпағандықтан, қарым-қатынас бұзылғандықтан, кәсіпте провальный моментті шеше алмағандықтан, инвесторға қарыз, анаған қарыз, командаға зарплат беру керек, офис аренда, бұның бәрі қосылып, еркектің иығына жүк болып тұрған кезде әйел тұрады да, сен маған внимание бермейсің деген кезде еркектің ыдысынан су тасиды да, бүкіл агрессия шығады да. Әйел сол жерде таяқ жеп қалуы мүмкін, сосын ол кетем деп шығады. Бұның барлығы эмоцияны дұрыс басқара алмау деген
мәселеден туындап тұр. Ал эмоцияны басқара алмау деген сөз өз сезімдеріңнің атын атап түсін түстей алмау. Яғни мен қазір өзім не сезіп тұрмын, маған больно, яғни ауыр тиіп тұр ма, или маған қорқынышты ма, әлде маған қызықсыз ба дейтін сұрақтар қойылмаған үшін бейсаналы түрде қандай автоматты түрде нейрондарымыз байланысып кеткен, біз сонымен күн сайын әрекет жасай береміз. Сол үшін бір күнің мұсылман адамның бір күніне ұқсамасын деген насихат. Бір әрекетті қайталай беріп, жаңа нәтиже ала алмайсың дейтін терминдер, насихат сөздердің барлығы жайдан жай айтылмайды. Ал енді ажырасу, кәсіпкердің семьясын бұзылып кетуі дейтін нәрседе именно осы relationship building домені, оның ішінде эмпатия, гармония, отношения дейтін таланттар толықтай жауап береді. Яғни эмпатиясы төмен еркек әйелінің баламен депрессияда отқандығын, или после роды депрессия болып жүргенін, или ол бытовухаға кіріп кетіп шаршап, может оған массажға или спаға бару керек шығар. Мүмкін бүгін әкел мен баланы қарай тұрайын, сен құрбыңмен шай ішіп қайт дейтін әңгіме айтылмағандықтан әйел жұтыла береді, тұрмыс жық қояды. Оның ортасы жоқ. Ал әлеуметтік желіге кіріп қалса, блогерлердің 101 розасы, әйеліне бантикпен сыйланып жатқан көлік, пәленшенің Мальдивада жүрмін, мен міне бір запусктан 50 миллион жасап, бір-ақ күнде Lexus ала салдым дейтін әңгімесінің барлығын тыңдап, не істейді? Ол өзін іштей жейді. Қоғамнан қап кеткен, шеттетіліп қалған, ешкімге керек емес дейтін сезімдерді бастан кешірген кезде үйге келеді да, ол ішіндегісін күйеуіне тарқатқысы келеді ғой. А еркек и так өзінің офис арендасын проблемасын шеше алмай миы каша болып келген кезде ол әйелден поддержка күтеді да. Ал әйел одан еркектен қамқорлық күтеді. Осы екі недоразумение, яғни түсініспеушілік конфликтке алып келеді. Яғни ұрыс дегеніміз қайдан шығады? Бір-бірімен тоғысатын екі көзқарас қой. Үйленген кезде мүлдем басқаша ожидание болады. Үйленген кезде маска шешіледі, ақиқат шығады. Нәтижесінде сол бір-бірін шартсыз қабылдай алмау мен адамды дұрыс таңдамаған сияқтымын дейтін ойға келеді. Ал енді бұл шайтанға да әдемі мүмкіндік қой. Алла тағалаға ең ұнамсыз іс ажырасу болатын болса, шайтанға ең ұнамдысы және ақыретке дейін мен сенің құлдарыңды азғырам дейтін ұстанымына байқамастан біз қызмет қылып кетеміз өзіміз. Яғни нәпсіміз басқарады, мен еркекпін деп қол көтеру кетеді. Әйеліңе сәл қамқорлық көрсетсең, родной, подкаблучник болып кетсің. Біздің үйде әкем анама көмектеспеген, мен ондайды көріп өспегем, қашан көрдің, еркектің әйелге есік ашып бергенін дейтін сияқты әңгімелер айтылады да. Бұның барлық адамның миындағы сол еркек пен әйел дейтін ролевой образ дейміз ғой, ата-ананың махаббат қарым-қатынасы дұрыс қалыптаспаған картинка ғой. Яғни ешкім СССР кезінде, КСРО кезінде балам, міне біз әкең екеуміз бақытты болу үшін психологқа барып жатырық дейтін ата-анамыз ондай қадам жасай алған жоқ. Олар бүгін әйтеуір балаларым аш қалмаса екен дейтін өмірді сүрді да. Ал енді қазір қоғамда дамуға, өсуге мүмкіндік болып тұрған кезде де мен әкеме, шешеме гүл бермеген өлмей-ақ жүр ғой дейтін әңгімені айтсаң, бұл деген сөз сен әлі тоқыраудасың, даму этапына өтпедің деген сөз. Сол үшін семьяның бұзылуы, ажырасу, даже көк таланттардың жанбай тұрғанын, көк домен relationship building'тің жанбай тұрғанын білсең де, жұмыс жасамасаң, онда өміріңде еш нәрсе өзгермейді. Сосын ажырасу это нормально. Окей, нормально. А бірақ сенің ұстанымыңда дін болса, Алла тағалаға ұнамсыз екендігі сенің құндылығыңда тұратын болса, ол нормально емес деген нәрсе бар да. Сондықтан кез келген қарым-қатынастағы жіберетін қателік ол білімсіздікпен келеді. Сауаттылықтың болмауы былайша айтқанда. Басы өзін танымаудан басталады. Өзін танымайтын әйел үйде депрессияда, өзін танымайтын еркек компанияда өзінің нақты позициясын білмейді да. Управляющий алу керек па, руководитель алу керек па, немесе жеке ассистент алу керек шығар оған деген сияқты нәрселерді білмегеннен кейін бүкіл жүкті өзіне алып алады да. Әйеліне барып сен мені түсінбейсің. Әйел айтады, мен ерігіп отырмын ба, бала қарап отырмын ғой. Ол бала қарап отырады, баладан шаршап кеткен кезінде телефон шұқылайды, ал телефонда жаңағы әркімнің жылтыраған өмірі көрсетеді. Успешный успех. Сонымен каша шығады да, отбасының бұзылуына осы нәрсе әсер етеді. Негізі осы тақырыптан бастау керек пе деп қоясың да. Көп оқырмандарға, ерлі зайыптыларға негізі отношение темасы өте қатты
жаңағындай әсер етеді. Нарықта да, рилстарда да мысалы қарасаң сондай рилстар қаттатады. Мысалы мен жай ғана ақшаға әсер ететін 2 факторды айтқан видеом бар. Соның ішінде ақша түскен кезде мен намазымды оқып шүкіршілік етем, және де цветочныйдан гүл алып әйел мен қызыма берем деген видео 2,5 миллион просмотр жинап, маған 7 000 оқырман алып келді да. И мен сол кезде түсіндім да, бұл отношения деген қоғамға керекті. Не үшін керекті? Жаңа сұрақты мен қойған кезде Қазақстан әлем бойынша ажырасу бойынша 2-ші орында тұр деген да. Енді алдағы уақытта Құдай қаласа дәл осы тақырыпты егер осы отношения комментарийда көп жазатын болса оқырмандар, осы тақырыпты алып Құдай қаласа 2-ші выпусқты түсіреміз. Нұреке, уақыт бөлгеніңізге рахмет. Үлкен бір қорытынды айтып жіберсеңіз Галлап бойынша. Енді жеке бүгін енді алғашқы выпуск ретінде, қонақ ретінде сыйлап шақырып отырсыз ғой, ұстаз деп. Енді сіздің оқырмандарыңыз Instagram парақшада, өйткені ол кісілер сіздің YouTube парақшаңыздың бар екенін көрсе, ары қарай осы жақтан тағы да сізден білім алам дейтін ниетте болатын болса, мен өз тарапымнан бір күшті бонус бергім келіп тұр да. Дәл осы сізбен болған алғашқы выпускты мысалы Reels ретінде Instagramға салынса, сіздің осы YouTube каналға өтіп, осы сұхбатты толық тыңдап, бүгінгі Галлап деген не, жалпы бүгінгі сұхбаттан қандай инсайт алды, өзінің бір қорытынды ойын кім әдемілеп жазып кетсе, мен бір адамға тегін Галлап талдау жасап берейін. Егер ол кісіде Галлап нәтижесі бар болатын болса, жоқ болатын болса, тапсырып, одан кейін жазса, мысалы сіздің жекеңізге деген секілді, онда арнайы бір күнді арнап Галлаптың талдауын бере аламыз. Әдемі, өте керемет. Онда сөйтейік, Құдай қаласа комментарийға жаңағы жылы инсайт, және де Галлапқа өзін ойын айту, осы инсайт кім әдемі айтады, соны Нұреке өзіңіз таңдап аласыз. Өзіңізге ұнаған. Сол былайша жеңіске жеткен кісіні біз тегін разбор жасап бересіз. Нұрекеге үлкен рахмет. Нұреке, Алла разы болсын. Алғашқы выпуск бізде, егер андай кемшіліктер, жаңағындай сондай кетіп жатса, түсіністікпен қарауды сұраймыз. Алдағы уақытта Құдай қаласа біз сіздермен не только Галлап, алдағы уақытта үлкен кәсіпкерлерді әртүрлі салада, Каспи болсын, мен былайша айтқанда аудиторияны мына каналды, YouTube каналда бір ғана направление бойынша жүргізгім келіп тұрған жоқ, әртүрлі саладағы эксперттерді шақыратын боламын алдағы уақытта. Сол үшін каналға подписка жасап, лайк басып, жылы лебіздеріңізді білдіруді ұмытпаңыздар. Үлкен рахмет сіздерге.